Күнгірбаева Ұлжалғас Бакирбековна 1989 жылы туылғанмын. Асқарова 41, ада тұрамын қазір. Квартирада бір қыз бір балам бар. 08-08-2020 жылы сағат 6-да 6 мен 7-нің ортасында бір бөтен ер кісі келіп, менің қызыма және көршілерінің қызына бір сағаттай жүріп, саунаның жанынан, гаражын жанынан, саунаның жанынан шығып, киімдерін шешіп, түрсейін мына жерге шейін шешіп, менің қызыма қарап, мына жағындағы мүшесін бұлай істеген, бұлай ұқалап, бұлай істеп, қызыма қарап тұрған. Сосын қызым жүгіріп үйге кіріп, жылап келгеннен кейін, мен сыртқа шығып, 102-ге звондадым. 102-лер бір сағатта келді, одан кейін олар кетті да, басқа опер жігітпенен тергеушілер келеді деді. Олар жарты сағат, бір сағатта келді. Сосын ровдыға барып заявление жазғаннан кейін, олар маған былай айтты: сенің қызыңды зорламағаннан кейін, көзіңмен көрмегеннен кейін, былайша былай айтқанда, бүйтіп тықпағаннан кейін, не қыласыз, басыңызды ауыртып деп айтты. Солай түсіндіріп берді маған. Одан кейін мен осы Дәуір деген жігітке связға шықтым. Көмектесіңдер, осындай жағдай болып жатыр деп айттым. Анау сіздерге анау магазинге алып барған ол кісі 2-3 күн алдын келіп, мына жерде орыс қыздарға су, сок болып әперген екен. Көрген кісілер. Көрген. Әперіп алып кетіп жатқан жерінде мына жердегі Абылай деген жігіт ұрып жіберген, боқтап шешеңізге не алып жүрсің берді деп. Одан кейін мына жерге келіп отырған, одан кейінгі күн келіп, сөйтіп бір қызды бүйтіп мына жеріне отырғызғанда, кейін адамдар шығып кеткенін кетіп қалған. Одан кейін 3-ші күні келіп, сол жерге сондай нәрсе. 8-і күні болды ғой. 8-і күні, 3-ші күні, сол 8-і күні сондай жағдай болған. Жақсы, рахмет.